Қуыс үйден құр шықпа. Ыбырайым пайғамбар жалғыз отырып тамақ ішпейтін қонақжай кісі болыпты. Үйіне адам келмесе далаға шығып қонақ іздейді екен. Бір күні қызы: «Әке, қашанғы біреуді күтіп отырасыз? Тамақ суып қалды, іше беріңіз» дейді. Ыбырайым: «Қызым, ақиретте көрген қызық, ішкен жегеннің бәрінің сұрауы бар. Көппен отырып қонақпен бөліскен тағамның сұрауы болмайды. Берген аста береке бар, бермеген аста біте бар» деген. Дос болсын, дұшпан болсын, асты бөлісіп же деп өсиет қалдырыпты. Ыбырайым пайғамбардың тағы бір жақсы әдеті болыпты. Үйге келген қонақты құр қол шығармайды екен. Оған міндетті түрде тарту таралғы беріп жөнелтіпті. Мәнісін сұрағанға: «Сен менің жай ғана қонағым болған жоқсың. Менің жүгімді жеңілдеттің, міндетімді бөлістің, асымды жеп берекемді молайттың. Бұл сол үшін берілген ақы» дейді екен. Ыбырайымнан бастап «Қуыс үйден құр шықпа», «Қонақтың сыбағасы» сынды дәстүрлер тұрмысқа енген деседі. Шапан жабу дәстүрі. Мұхаммед пайғамбардың кезінде Ойсыл қара есімді түйенің пірі өмір сүріпті. Ол өмір бақи Мұхаммед пайғамбардың жүзін көріп, онымен сұхбаттасуды армандайды екен. Бірақ қарт анасына қарайтын ешкім болмағасын алысқа ұзап кете алмапты. Ойсыл қараның бұл жайын пайғамбар біледі екен. Мұхаммед пайғамбар дүниеден өтерінде сахабаларына: «Ойсыл қараға сәлем айтыңдар. Анасын сыйлаған адам Аллаға жаққан адам. Анасына қылған қызметін үзбесін. Мен оның адал ниетін, ақ пейілін білемін. Мына шапан менің тартуым болсын. Тәбәрік тұтып киіп жүрсін» деп әлиден шапанын беріп жібереді. Ойсыл қара пайғамбардың сәлемін естіп, көзіне жас алып тебіренеді. Құрметті жиын тойға пайғамбардың шапанын киіп барады екен. Кейін Ойсыл қара да дүниеден өтерінде өзінің жақсы көретін адамына шапанын сыйлаған екен деседі. Уақыт өте келе бұл дәстүрге айналып қазақ сахарасында орнығыпты. Күні бүгінге дейін қазақ халқында құрметті қонағына шапан жабатын дәстүр сақталған. Тағы бір аңыз бойынша пайғамбардың миғраждан әкелген 9 затының бірі шапан екен. Пайғамбар миғражда Тәңірісінің дәргейіне келіп қонақ болады. Алла тағала құрметті қонағына сый көрсетіп, иығына шапан жауыпты. Басына сәлде ораған екен. Осыдан бастап сыйлы қонаққа шапан жауып, басына сәлде, бөрік немесе тақия кигізу сүндетке айналған екен.